Сәлеметсіздер ме, құрметті арна жазылушылары? Бүгін сіздерге менің арнам танымдық арна болғандықтан ерекше мәлімет ұсынғым келіп отыр. Менің арнамда әлбетте әңгіме, салт дәстүр, пайдалы кеңестер шығып отыратын, ал бүгін жылқы малының атаулары туралы сіздерге кеңірек айтқым келіп отыр. Біз жалпы құлын, тай, жылқы, жабағы, ат деп қана қолданамыз. Бірақ оның сыртында әрқайсының жасына қарай әртүрлі атаумен айтылатынын ескермейміз. Құлын бұл жылқының 6 айға дейінгі төлі, жабағы 6 ай мен 1 жас аралығындағы жылқы төлі. Тай 1 жастан асқан, 2 жасқа толмаған еркек әрі ұрғашы жылқыны осылай атайды. Арда енесін 2 жасқа дейін емген жылқының төлін арда деп айтады. Құнан 2 жасқа толып 3 жасқа аяқ басқан еркек жылқы. Құнажын 2 жас пен 3 жас аралығындағы ұрғашы жылқы. Байтал 3 жас пен 4 жас аралығындағы құлындамаған ұрғашы жылқы. Қазақта байтал шауып бәйгалмас деген мақал бар. Дөнен 4 жасар еркек жылқы. Сойтал 4 жасқа шығар ұрғашы жылқы. Бесті 5 жасар еркек жылқы. Айғыр үйірге түсетін аталық жылқы. Сәурік жаңадан үйір алған жас айғыр. Саяқ піштірілген тай, құнан, дөнен үйірге қосылмай өз алдына бөлек жүретін тусыған бойдақ жылқылар. Үйірден бөлініп топтан шеттеген бірлі жарымды бойдақ биелер. Қысырық үйірге жаңадан қосылған әлі құлындамаған жас бие. Қулық тумаса құлындаған жас бие. Бие аналық жылқы. Қасаба көп жасаған мама бие. Мама бие үйірдегі кексе, өрбеген ұрпағы көп сақа бие. Сақа бие қарны жер сызған, көп құлындаған бие. Бедеу бие құлындамаған бие. Наз бие әсем жүрісті, көрікті жарау бие. Ат ақталған жылқы. Қазанат дене бітімі ірі, шымыр, мүсінді құйма тұяқ, ұзақ жолға шыдамды ат. Сәйгүлік шашасына шаң жұқпаған жүйрік жылқы. Саңлақ ұшқыр жүйрік ат. Күйсізгүлік күлік жүйрік деп атайды. Бапсыз-ақ, әдейі жаратпай-ақ бәйгеден озып келетін, жаратылысы жүйрік келетін жылқыны осылай атайды. Арғымақ дене бітімі аса келісті, сұлу, сымбатты, жүрдек, асыл тұқымды жылқы. Тұлпар асыл тұқымды, аса төзімді, белді, жүйрік, батырлар мінген жылқы. Жабы қазақ жылқысының байырғы тұқымы. Тумыш арғымақ пен қазақы жылқының буданы. Қарабайыр арғымақ пен жабының буданы. Пырақ аңызда айтылатын қанатты ат. Дүлдүл ақбозат ұрғашы. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымыздың мінген қасиетті ақ қашырдың атауы. Ерекше жүйрік айтулы тұлпар. Суын аңызда айтылатын су жылқысы. Бұрақ немесе пырақ. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымыз мініп аспанға ұшқан ат. Жинақтап дайындаған Ғалымжан Асқар. Парақшама тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыз.